Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгін біз сіздермен көбею бөлімін жалғастырамыз. Өтілетін тақырыбымыз сперматогенез бен оогенезді салыстыру. Оқу мақсаты сперматогенез бен оогенездің айырмашылықтарын түсіндіру. Сабақ мақсаты сперматогенез кезеңдерін білесіңдер, оогенез кезеңдерін білетін боласыңдар. Сперматогенез бен оогенез кезеңдерінің айырмашылықтарын анықтайтын боласыңдар. Сперматогенездің кезеңдері көбею, өсу, жетілу, қалыптасу деген 4 кезеңнен тұрады. Бірінші көбею кезеңі. Бұл кезеңде бастапқы жасушаларды сперматогония деп атайды. Жыныс жасушалары митоз жолымен бірнеше рет бөлінеді де, олардың саны көбейеді. Сперматогония ер адамдарда барлық репродуктивті кезең барысында көбейеді. Екінші өсу кезеңі. Бұл кезеңде жасушалар көлемі бойынша өседі. Сперматогония бірінші ретті сперматоциттерге айналады. Үшінші жетілу кезеңі. Бұл кезеңде бірінен кейін бірі келетін 2 реттік бөліну миоздың бірінші және миоздың екінші кезеңдерінде жүзеге асады. Бірінші бөлінуден кейін 2 ретті сперматоциттер қалыптасады. Ал екінші бөлінуден кейін 4 сперматоциттер түзіледі. Төртінші кезең қалыптасу кезеңі. Бұл кезең тек сперматогенезге ғана тән. Жетілмеген сперматит өзіне тән қалыпқа еніп, сперматозоидқа айналады. Сперматозоидтардың түзілуі ер адамдарда жыныстық жетілу кезеңінде басталады. Сперматогонийдің жетілген сперматозоидқа дейін даму кезеңі 74 тәулік. Енді балалар, біз сперматогенездің кезеңдерімен танысып болсақ, оогенездің кезеңдерімен танысу үшін бейнероликке назар аударайық. Эмбрионалды даму кезінде аналық жыныс безіндегі ұрықтық эпителий жасушалары митоз жолымен бөлінеді. Осы бөлінулер нәтижесінде оогоний деп аталатын жасушалар қалыптасады. Сосын оогонийлер бірінші реттік ooциттерге айнала бастайды. Әдетте әр айда бір бірінші реттік ooцит, бір екінші реттік ooцитті және 3 кішкентай полярлы денешікті қалыптастыру үшін миоздық бөлінуге ұшырайды. Біраз уақыттан кейін полярлы денешіктер жойылады, ал екінші реттік ooцит жұмыртқа жасушаны түзеді. Бейнероликті көріп болсақ, енді овогенездің кезеңдерімен танысайық. Бұл кезеңде 3 кезеңнен тұрады. Көбею, өсу, жетілу кезеңі. Көбею кезеңі. Бұл кезеңде бастапқы жасушаларды овогония деп атайды. Олардың дамуы барысында аналық жыныс жасушалары қалыптасады. Жыныс жасушалары митоз жолымен бірнеше рет бөлінеді де, олардың саны көбейеді. Овогония эмбриондық кезеңде көбейіп, жатыр ішінде дамудың 2 және 5 ай аралығында қарқынды жүреді. Келесі өсу кезеңі. Бұл кезеңде жасушалар көлемі бойынша өседі. Овогония бірінші ретті овоциттерге айналады. Бірінші ретті овоциттердің көлемі үлкейіп, қоректік заттар жиналады. Келесі жетілу кезеңі. Бұл кезеңде бірінен кейін бірі келетін 2 реттік бөліну, яғни миоздың бірінші және миоздың екінші кезеңі де жүзеге асады. Бірінші бөлінуден кейін
екі ретті овоциттер қалыптасады. Ал екінші бөлінуден кейін көбею үдерісіне қатыспайтын үш полярлы денешікпен жетілген жұмыртқа жасушасы түзіледі. Келесі бізде сперматогенез бен оогенездің айырмашылықтары. Бірінші, түзілу кезеңі тек сперматогенезге тән, ал оогенез барысында болмайды. Екіншіден, өсу кезеңі оогенезде сперматогенезге қарағанда ұзағырақ. Үшіншіден, оогенездің жетілу кезеңінің полярлы денешіктердің бөлінуіне әкелетін бөлінулердің біркелкі болмауы сияқты өз ерекшеліктері бар. Төртіншіден, әйелдердің ерекшелігі миоздық бөліну құрсақта даму кезінде басталады. Алғаш рет жыныстық жетілу кезінде аяқталады, ал соңғы рет менопауза алдында болады. Ер адамдарда миоз жыныстық жетілуге жеткенде басталады да өмір бойына сақталады. Бесіншіден, әйелдерде жетілген жыныс жасушаларының түзілуі цикл түрінде 28 күнге созылатын кезеңде өтеді. Ал ер адамдарда бұл үзіліссіз жүреді. Алтыншыден, әр қайсысы миоз нәтижесінде қызметі жағынан толыққанды 4 сперматозоид беретін сперматогониялардан айырмашылығы оогонияда тек бір ғана жыныс жасушасы түзіледі. Миоздың бірінші бөлінуінен кейін бір еншілес жасушаға цитоплазманың көп бөлігі кетеді. Ал бағыттаушы денешік деп аталатын екіншісіне аз бөлігі кетеді. Миоздың екінші бөліну кезі де осыған ұқсас болады. Бағыттаушы денешік дегенерацияланады. Жетіншіден, аталық және аналық жыныс жасушалары құрылысы мен қызметі бойынша қатты ерекшеленеді. Сперматозоид кішкентай қозғалғыш жасуша. Оны қозғалу үшін энергиямен қамтамасыз ететін митохондрияларға бай, ал аналық жыныс жасушасы адам организміндегі ең ірі жасуша. Онда қоректік заттардың айтарлықтай қоры ғана емес, сонымен қатар ұрықтың алғашқы даму кезеңдерінде пайдаланатын матрицалық РНК болады. Әйелдердің жыныс жасушасы оны қоректендіретін фолликулалық жасушалармен қоршалған және арнайланған құрылым фолликул немесе граф көпіршігін түзеді. Сегізіншіден, жыныс мүшелерінің орналасуындағы айырмашылықтарына байланысты сперматогенездің түзілу барысына овогенезге қарағанда сыртқы ортаның ықпалы көп. Яғни біз балалар сперматогенез бен овогенездің айырмашылықтармен таныстық. Енді осы алған білімімізді бекітсек. Бірінші тапсырма: гаметогенез кезеңдерін сызбаға жаз. Бізге А, Б, В, Г деп бөлімдерге бөлінген. Мен сендердің толықтай жазатындарыңа сенімдімін. Дұрыс, балалар. А кезеңі ол көбею кезеңі, Б өсу кезеңі, В жетілу, Г қалыптасу кезеңі. Қалыптасу кезеңі тек сперматогенезге ғана тән. Келесі тапсырма: берілген терминдерді қолдана отырып Вен диаграммасын құрыңыз.
Вен диаграммасын дұрыс жаза алады деп ойлаймын. Жауабымыз, яғни сперматогенез бен оогенездің айырмашылықтарын және ортаға ұқсастықтарын жазамыз. Бірінші, оогенезде оогони, біріншілік, екіншілік ooцис және жұмыртқа жасушасы деген жазылуы тиіс. Ал екінші сперматогони, біріншілік, екіншілік сперматоцит, сперматид, сперматозоид, қалыптасу, герментативті эпителий. Ал ұқсастығы диплоидты хромосома, гаплоидты хромосома, мейоздың бірінші және екінші фазалары, көбею, өсу, пісіп жетілу. Сендердің де жауаптарың дәл осындай болды деген сенімдемін. Балалар, бүгін біз өзіміздің алға қойылған сабақ мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.